Блог жүргізу сырт көзге жеңіл көрінгенмен шын мәнінде табандылық пен төзімділікті талап ететін жол. Камераның ар жағында көзге көрінбейтін қаншама бейнет жатыр. Күн сайын бірнеше сағатымды ой қорытуға, жоспар түзуге, бейнет түсіріп, оны өңдеп, әр бөлшегін қиылыстырып, көрерменге ұсынуға арнаймын. Бұл жолдағы ең үлкен сын өзіңе өзің ие болу. Себебі арқаңнан қағып, алға жетелейтін ешкім жоқ. Ниетіңді нықтап, ерік-жігеріңді жинап отырмасаң, бастаған ісіңнің берекесі қашады. Әйел затының мойындағы міндет те аз емес. Бірде бала-шағаның бабын табасың, бірде шаңырақтың шаруасын тындырасың, бірде келген қонақтың қабағына қарайсың. Осындай қарбаластың соңында бүгін дәрменім қалмады, ертеңге қалдырайын деп сылтау айтуға да болар еді. Алайда адам өз қадірін танып, өзін шын сүйе білгенде дүниеге деген көзқарасы өзгереді. Өзіңді сүю өз мұратыңды ұмыт қалдыру емес, керісінше арманыңа адал болып, өзіңе берген сертіңнен таймау. Себебі бейнеттен қашқанға береке қонбайды, ал маңдай термен келген әрбір қадам ақыры мерейлі нәтижеге бастайды. Сол себепті аяулы келіндер, өз армандарыңызды ешқашан шаң басқан сөреге қоймаңыздар. Шаңырақтың шырайын кіргізу абырой, ал өз қабілетіңізді шыңдау аманат. Бұл екеуі бір-біріне кереғар емес. Бүгінгі кішкентай қадамыңыз ертең балаңызға үлкен өнеге болуы мүмкін. Олар сіздің сөзіңізден бұрын өміріңізге қарап өсет. Арманына адал, еңбегіне берік ананы көрген бала өз мұратына табанды болады. Сондықтан шаршаған сәтте тоқтап қалмаңыз. Демалыңыз, бірақ арманыңыздан бас тартпаңыз. Себебі Алла тағала әр жанның жүрегіне бекер мақсат салмайды. Ниетіңізді таза ұстап, еңбегіңізді үзбесеңіз, маңдай термен келген әрбір жетістік өз уақытында есігіңізді қағады. Егер сіз де дәл осылай дыбыстап влог бастағыңыз келіп жүрсе, маған сабаққа келіңіз.